Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен бауыр тортын жасайтын боламыз. Жасалу өте оңай және дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі бір пияз, картоп және орташа сәбіз керек болады. Осыларды ет тартқыштан өткізетіндей етіп, ыңғайлап турап аламыз. Сіздерде блендер болса, блендермен өткізіп алсаңыздар да болады, езіп. Енді бауырды тураймыз. Осындай бірнеше бөліктерге бөліп, ыңғайлап дайындап аламыз. Осы барлық дайындаған заттарымызды енді араластырып отырып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді осының үстіне жұмыртқа, сүт және тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Осы массаның үстіне аздап ұн салатын боламыз. Бірден көптен салып жібермеңіздер. Массамыз орташа сұйықтықта болу керек. Мен қаншалықты қосқанымды видеоның астында описанияда қалдырамын. Описанияға кіру үшін осы видеоның тақырыбын бассаңыздар, описания ашылатын болады. Ең соңынан сұйық май құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып, енді табамызды қыздырып, ең бірінші құймағымызға астын осылай майлаймыз. Одан кейінгі құймақтарға майлаудың қажеті жоқ. Барлық құймақтарымызды асты, үстін, бетін кезектесіп пісіріп алатын боламыз. Мінекей барлық құймақтарымызды пісіріп шықтық. Енді бұны кішкене салқындатып аламыз. Салқындағанша ортасына жағатын майонезді дайындайтын боламыз. Бізге керегі 5-6 тіше сарымсақ керек. Оны осындай ұсақ үккіштен өткізіп алдым. Және осының үстіне майонез қосып, жақсылап араластырып аламын. Бізде енді барлық заттары дайын. Енді тортты жинап бастаймыз. Әр құймақтың бетіне осылай майонез бен сарымсақты жағып, бірінің үстіне бірін қойып, жинай бастаймыз. Құрметті көрермен, менің каналым ұнаған болса, өзіңізге тіркеп алыңыздар және өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Осы бауырдың құймақтарын барлығын осылай видеодағыдай жасап, тортты жинап шығасыздар. Және де құрметті достар, менің осы видеом ұнаған болса, әлеуметтік желі арқылы басқа да туысқандарыңызбен, достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Барлық құймақтарды жинап шыққаннан кейін, ең соңында бетіне майонезді жағып, енді бетін әрлейтін боламыз. Бетін әрлеу әркімнің өзінің қалауынша. Мен бір жұмыртқаны пісіріп алып, ағын және сарысын бөлек үккіштен өткізіп алдым ұсақ. Осылай бірінші ағын айландырып жан-жағына жағып шығатын боламын. Ағын осылай сеуіп шықтым. Енді ортасына сарысын сеуіп шығамын. Бұл бетін әрлеу әркімнің өзінің қалауынша. Укроп сепсеңіздер де болады, жасыл түс араластырып. Мен осылай жасап шықтым. Өте дәмді болып шығады және жасалуы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.